Сәлем қыздар, бүгін сіздермен трикотажды кюлоттың, яғни кең шалбардың өте оңай сызбасымен танысатын боламыз. Ол үшін мінекей мен кішірейтілген өлшемде сызатын боламын. Алдымен керекті қағаз, қарындаштарымызды дайындап аламыз. Керек бізге екі өлшем бар жоғы, обхват бедер, бөксе айналымы және длина изделия қажет болады. Осылайша екі түзу жүргізіп аламыз. Мына түзудің ұзындығы кез келген ұзындықта, ал төмен қарай длина изделияға тең болу керек, және де жанынан қосымша бір 10-15 сантиметрде орын қалдыруды ұмытып кетпейміз. Ал енді сызбасына кірісейік. Алдымен бізге мынандай формула қажет болады. Обхват бедер қосылған прибавка бөлінген 4 деген. Бұл жерде обхват бедер сіздің бөксе айналымыңыз, прибавка деген өзіңіз қалаған кеңдікте бересіз, тіпті бермесеңіз де болады. Яғни мен 2 сантиметр беремін, обхват бедер 96, оған 2 сантиметрді қосып 4-ге бөлгенде 24,5 шығады. Сол шыққан өлшемді енді мына түзудің екі жағынан өлшеп сызып қоятын боламын. Алдымен 1,24,5-ті өлшеп аламын. Табылған нүктеден ары қарай тағы да 24,5 сантиметрді өлшеп белгілеп қоямын. Енді менде 24,5 шығып тұр, сізде басқа өлшем болады. Әрине, сіз алған өлшеміңізге қарай шыққан мәнді дәл осылай екі жағынан да бірдей белгілеп қоямыз. Яғни барлығын белгілеп болғаннан кейін осылайша сызықтармен қосып шығамыз. Жан жағындағысын қоспай қойсаңыз да болады. Бізге нақты керегі ортасындағы сызығы. Енді керекті нүктелерді тауып алғаннан кейін жаңағы 24-те 5-ті екі жаққа бөліп салдық қой. Дәл солай астынан да 24-те 5 сантиметрді өлшеп, тура осылай нүктелерді белгілеп бір-біріне қосып шығамыз. Мінекей барлығын қоршап тауып алдық. Енді ау сызығын табуға кірісеміз. Ол үшін бізге бірінші алдыңғы аудан бастаймыз. Ол үшін төмендегі формуланы жазып аламыз. Яғни алдыңғы ау үшін обхват бедер бөлінген 20 деген формуланы қолдана отырып, алдыңғы аудың ұзындығын тауып аламыз. Яғни менде 4,9-ды өлшеп, дәл осылайша сызып қоямын. Егер де бар болса лекальный линейканың көмегімен, болмаса қолмен дәл осылайша қиғаштай отырып әдемілеп ау сызығын сызып аламыз. Енді бізге дәл солай артқы аудың өлшемін тауып алу керек болады. Ол үшін жаңағы шыққан 4,9-ды 2-ге көбейтеміз. Ол бізде 9,8-ге тең болды. Менде яғни 9,8-ді келесі артқы жағынан, яғни артқы жағы болатын мынау алды болса, келесі беті артқы бой. Артқы бойдан 9,8-ді өлшеп аламыз. Мінекей менде топ-тура келді, және ол жерден де кішкене жоғары көтере отырып, дәл осылайша ау сызығын сызып шығамыз. Әрине, бұл жерде лекальный линейка болғаны дұрыс. Енді бізде кюлот кең шалбар болғандықтан, осы ау сызығынан қарай төмен қарай сызып жібереміз. Сонда бізде дайын болды, лекаламыз. Жоғары қарай артқы бойдан 2-3 сантиметр көтереміз, өйткені артқы жағы үлкендеу болады. Сол үшін 2-3 сантиметр, қаласаңыз 4 сантиметр көтерсеңіз де болады. Содан кейін лекальный линейканың көмегімен осылай доғалдап қосып жіберетін боламыз. Алдыңғы бойдан да кішкене бел жағына қарай тарылтып, 2 сантиметрге ішке қарай кіргізіп, бұны да осындай лекальный линейканың көмегімен қиғаштап әкеліп қосамыз. Сонымен біздің лекаламыз дайын болды. Матадан бірден пішіп тіге берсеңіздер де болады. Яғни дәл ортаңғы сызықта левая болады. Мына екі сызықтар бізге қажет емес. Тек шаговый шовпен ауларын қосып, беліне резинкасын тақсаңыз, сіздің трикотаж шалбарыңыз дайын болады. Мен сияқты қағазға сызбай-ақ бірден матадан піше беруге болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз.